Аға енді осы Қазақстанда шаруаларға жаңа сіздің препараттарыңыз қолданып жатқан және де басқа да білмей енді танысып жатқан шаруаларға қандай бір ақыл кеңесіңіз айтатын нелеріңіз болса, бір-екі ауыз сөз айтып жүрсіз. Енді шаруаларға айтатын біразы біледі ғой бізді. Біздің мені білу білмеу ол міндет емес. Препаратта. Ол бар енді қазір менің өзі бұрыннан да ойлап келе жатқандағым сол. Өзі кеше 1-2 жылдан бері көрініп қалды ғой. Пандемия болғаннан кейін шетел жақтан ештеңе келмей қалды. Шетелге бара алмай қалдық. Сондықтан енді осындай жағдайда егер Қазақстан өз проблемасын өзің шешпесең, өз проблемаңды өзің шешпесең, саған келіп біреу келіп проблемаңды шешіп бермейді. Елдің, мысалы, ненің крестьянский хозяйство болсын, жаңағыдай препарат өнім алу үшін, ауруларына нағылу үшін, өсімдіктің ауруы, малдың ауруы, олардың бәрі шетелге үйреніп қалған. Өйткені психологияда Қазақстанда ондайды істей алмайды дейді. Өйткені шықпаған ғой. Міне, пионер болып жатқан біз сияқты шығып жатқан өте сирек қылында. Өзінің фундаментальный зерттеуі бар, одан прикладной зерттеуі бар, одан жаңағы разработкасы бар, одан өндіретін заводы бар. Ондай мекемелер, ғылыми мекемелер өте сирек. Заводы бар. Өзі ойлап тапқан нәрсесін сол заводында шығарып, содан ары қарай өндіріп, өзі сатып, өзі ендіретін мекемелер өте. Ал енді соған халықты үйретуіміз керек. Неге алмасқа? Мысалы біздің крестьянский хозяйство, оның сапасы жаңа өзің айтқан, сапасы аналардан кем болмаса, мен артық демей-ақ қояйын, кем болмаса, анау 7 центнерде өнім берсе, мынау да үстеме 7 центнер беріп отырса. Және бағасы да тиімді. Бағасы қолжетімді болып жатса, үшінші уақытысында жеткізіп беріп отырса, неге алмасқа? Міне соған үйрену керек. Менің айтатыным, крестьянский хозяйстволарды кінәлауға болмайды. Әркім ар жақтан келеді, әрқайсысы өзін мақтайды. Тек анау фактіге қарау керек. Нәтижесіне. Нәтиже бар ма? Жоқ па? Нәтижесі болса ал, нәтижесі болмаса айналайын кешір. Менің де бала шағам бар, менің де тіршілігім бар. Міне мен соны айтар едім. Қазақстандікі аналардан төмендегенге мен келіспеймін. Өйткені әбден текшеріліп, әбден екшеленіп, әбден көзіміз жеткізіп барып, біз неге жіберіп отырмыз. Сондықтан, әрине, біз бірінші өзіміздің Қазақстанның жаңағы ауыл шаруашылығына, барлық салаға көмектесуге дайынбыз. Артылып жатса, шамамыз келіп жатса, шетелге шығамыз.